сіздермен құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен дене шынықтыру сабақтарында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру туралы әңгімелесеміз. Қазіргі заманауи мектептің маңызды міндеттерінің бірі функционалды сауатты адамдарды қалыптастыру. Функционалды сауаттылық адамның өмір бойы алған білімін адам қызметінің, қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастардың әртүрлі салаларындағы өмірлік міндеттердің кең спектрін шешу үшін пайдалану қабілеті. Дене шынықтыру сабағында тұжырымдалған функционалдық сауаттылықтың негізгі компоненттері ретінде дене сауаттылығын, денсаулық саласындағы сауаттылықты, креативті және сыни ойлауды анықтауға болады. Дене сауаттылығы бұл адамның өмірлік ұстанымының ажырамас бөлігі ретінде мақсатты физикалық ізденістерді белгілейтін мотивацияны, сенімділікті, физикалық құзыреттілікті, білім мен түсінікті қамтитын адамның жеке басының бейімділігі ретінде сипаттауға болатын негізгі және құнды қабілет. Денсаулық саласындағы сауаттылық аурудың алдын алу және денсаулықты сақтау үшін ақпарат табуға, түсінуге және пайдалануға мүмкіндік беретін адамның білімі, дағдылары мен қабілеттерінің жиынтығы. Денсаулық туралы сауаттылықтың төмен деңгейі салауатты өмір салтын сақтамауға, көңіл күйдің нашарлауына және созылмалы аурулардың өршуіне әкеледі. Адамның денсаулық жағдайына, оның жеке, әлеуметтік және мәдени даму мүмкіндігіне айтарлықтай әсер етуі, сондай-ақ оның өмір сүру сапасын нашарлатуы мүмкін. Денсаулық саласындағы сауаттылықтың жақсы деңгейі бар адам өзінің денсаулығы үшін де, отбасы мен қоғамның денсаулығы үшін де жауапкершілік ала алады. Функционалдық сауаттылықтың құрамдас бөліктерінің бірі креативтілік және сын тұрғысынан ойлау болып табылады. Сыни тұрғыдан ойлау, танымдық дағдылар мен зияткерлік бейімділіктердің кең спектрінің жалпы тұжырымдамасы. Сыни тұрғыдан ойлау оқушыларға ақпаратты тиімді анықтауға, талдауға және бағалауға, жеке көзқарастарды анықтауға және жеңуге, сенімді тұжырымдар жасауға және ұсынуға, ақылға қонымды және дұрыс шешімдер қабылдауға көмектеседі. Креативтілік түпнұсқа және тиімді шешімдерге әкелуі мүмкін идеяларды өнімді түрде құру, бағалау және жақсарту мүмкіндігі. Орта білім беру деңгейіне арналған дене шынықтыру пәнінің оқу бағдарламасының мазмұны жаңартылған мазмұн бойынша 3 бөлімнен тұрады. Бірінші, қозғалыс әрекеттері. Екінші, қозғалыс дағдылары арқылы шығармашылық және сыни ойлау. Үшінші, денсаулық және салауатты өмір салты. Қозғалыс әрекеттері бөлімінде оқушылар нақты қозғалыс әрекеттерін орындайды. Жүру, жүгіру, секіру және лақтыру. Бұл моториканы дамыту, физикалық сауаттылықты қалыптастырудың міндетті шарты болып табылады. Жүру, жүгіру, секіру және лақтыру техникасын үйрету кезінде оқушылар күнделікті өмірде пәндік білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын қолданады. Егер сабақта оқушыға жорықтық
және сапты қадамен дұрыс жүруді үйретсе, онда ол бұл шеберлікті өрескел жерлерден, тегіс емес беткейден өтіп, көлбеу жазықтықтарда немесе тауға шығып түсуде қолдана алады. Жаяу жүрудің көптеген түрлері бар. Олардың арасында орнында жүру, жаяу жүріс, Скандинавия жүрісі, спорттық жүріс бар. Спорттық жүрісті қарастырайық. Жаяу жүрудің бұл стилі жылдамдықты ерекшелендіреді. Ең жоғары жылдамдық режимінде қозғалуға тырысу керек. Спорттық стилде жүрудің пайдасы дененің жалпы күшеюіне әсер етеді. Жүгіруден гөрі мұндай қозғалыс кезінде адам көп шаршайды. Сабақта жүгіру техникасын үйрену кезінде оқушылар жаттығу тапсырмаларын орындап, жүгіру кезеңдерін үйренеді. Жүгіру жүрек тамыр жүйесіне оң әсер етеді. Ағзадағы зат алмасуды арттырады. Иммундық жүйеге оң әсер етеді. Буындар мен бұлшықеттерді нығайтады. Ұзақ жүгіру арқылы төзімділік жоғарылайды. Бірінші жаттығу. Аяқты тіреп секіру. Бастапқы қалыптан сол аяқ алда, оң аяқ жіліншіктің ұзындығымен. Екінші жаттығу. Аяқты тіреп секіру. Бастапқы қалыптан аяқтар тіреуде бір сызықтың бойымен. Үшінші жаттығу. Таяқшалардың астынан жүгіру. Қолға сүйену старты. Төменгі старттың түрі. Жоғары стартты орта қашықтықта және стайерлік жүгіруде қолданылады. Жоғары старт стартқа командасымен старт сызығына жақындау, жүгір командасымен жүгіруді бастайды. Төменгі стартты спринт жүгірістерде қолданылады. Төменгі старт стартқа отыру, аяқтарды тіреулерге қою, қолдар сызықтың алдында, бас төмен түсірілген, иықтар старт сызығының үстінде. Дайындал, жамбасты жоғары көтеру, иықтар старт сызығының үстінде. Жүгіру старттың жоғары жылдамдықпен жүгіріп шығу. Дұрыс секіру мүмкіндігі оқушыларға жорықтық жүрісте, серуендеуде, кез келген кедергілерді жеңуге көмектеседі. Мысалы, қабырға, бұлақ, арық, төбе және тағы басқаларда. Кішкентай биіктіктен секіргенде дұрыс қону және топтау туралы пәндік білім пайдалы болады. Дене шынықтыру сабақтарында оқушылар жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, орнынан секіру, биіктікке секіру техникасын үйренеді. Секіру фазаларын, екпін алу, итерілу, ұшу және жерге қонуды үйренеді. Шынықтыру сабақтарында функционалдық сауаттылықты жүзеге асырудың практикалық мысалдарын қарастырайық. Дене шынықтыру сабағында оқушылар тек жүгіру, секіру, лақтыру және қозғалмалы ойындар арқылы ғана емес, сонымен қатар гимнастика элементтері арқылы да қозғалыс қабілеттерін дамытады. Тапсырма: қарапайым акробатикалық жаттығуларды қарастырайық. Айналу, дененің айналуы. Тіреліп тұрып, баспен алға айналу. Көптеген түрлері бар. Алға, артқа және бүйірге. Жиырылу, иілу және еңкею. Алға домалау техникасын орындау. Отырғаннан кейін иықтарды алға қарай итеріп,
дененің ауырлығын қолыңа бер. Аяқтарды түзетіп, басты иекке тигізгенге дейін еңкейтіп, иықтарыңызбен итеріп, басыңыздан өтіп, арқаға түсіп, содан кейін аяқтарды бүгіп, серпілгеннен кейін қолдарды гимнастикалық төсенішке қой. Білу қажет. Бұл аяқпен итеруді орындай отырып, оларды толықтай түзету қажет. Иықтарды алға басқанда, басыңызды кеудеге еңкейтуіңіз керек. Бас арқылы аунай отырып, жіліншіктің ортасын қолмен ұстап, топтасу қажет. Тапсырма. Допты нақыштау. Допты жерге тигізбестен мүмкіндігінше аяғыңызбен тебуге тырысыңыз. Басында допты соғу техникасы көрсетілген бейнені немесе иллюстрациялық материалды көрсету ұсынылады. Оқушылар бұл жаттығуды қалай дұрыс орындау керектігін түсіну керек. Сондай-ақ допты соғу кезінде жиі жіберілген қателіктерді көрсетуге болады. Бұл қарапайым және сонымен бірге тиімді жаттығу. Ол реакция жылдамдығын ғана емес, сонымен қатар қозғалыстарды үйлестіруді де дамытады. Өмірде күтпеген жағдайлар орын алады. Онда реакция жылдамдығы мен қимылдарды үйлестіру бізге көмектеседі. Қозғалыс дағдылары арқылы шығармашылық қабілеттер мен сыни ойлау бөлімінде физикалық сауаттылық қалыптасып қана қоймай, сыни ойлауда дамиды. Қарым-қатынас дағдылары, ойын арқылы қарым-қатынас дағдылары дамиды. Оқушылар спорттық және қозғалмалы ойындарда әртүрлі тактикалар мен стратегияларды әзірлейді. Сыни ойлауды, командалық жұмыста көшбасшылық дағдыларды дамытады. Барлық осы білім, түсіну, қолдану дағдыларын оқушылар өмірде қолданылатын таптырмайтын қызметтер болу үшін қолданады. Сыни тұрғыдан ойлау, коммуникативтік стратегияны тиімді қалыптастыру. Өз компанияңызды немесе өзіңіздің коммуникативтік процестің қатысушысы ретінде жақсы таныстыру. Коммуникацияның түрлі тактикалық тәсілдерін шебер пайдалану. Жаңа идеяларды ұсыну. Сондай-ақ көшбасшының креативтілігі мен дағдыларына ие болу. Кім жылдам қозғалмалы ойыны? Қозғалмалы ойын оқушылардың белгілі бір дағдыларын дамытатын жаттығудың бір түрі. Қозғалмалы ойын әлеуметтік дағдыларды дамытуға, командада жұмыс істей білуге ықпал етеді. Сонымен қатар, оқушылар тиісті әрекеттерді жасауы керек бәсекелестік ортаның жағдайларын белгілейді. Оқушыларға арналған қозғалмалы ойындар физикалық денсаулықты нығайтады, өмірлік жағдайларға үйретеді, баланың дұрыс дамуына көмектеседі. Кім жылдам эстафеталық ойынына тоқталайық. Командалар бірінен соң бірі бағандар қатарына тұрады. Сөрелік сызықтан 15-20 метр қашықтықта әр команданың алдына жалаушы қойылады. Эстафеталық таяқшалар қатысушыларға беріледі. Жүргізушінің берілген белгісі бойынша команда мүшелері жалаушаға жүгіреді. Оны айналып өтеді, қайтадан өз командасына оралады. Содан олар келесі қатысушыға жарыс эстафетасын береді және өздері бағанның артына тұрады. Жеңімпаз болып, қашықтықты қайсысы жылдам аяқтайтын команда танылады. Орындау техникасы. Команда мүшесі бастапқы сызықта тұрады. Ысқырық бойынша қатысушы қашықтықты жеделдетілген жылдамдықпен жүгіре бастайды. Жалаушамен немесе сызықпен белгіленген мәртеге жетіп,
қатысушы өз командасына оралады. Эстафетаны келесі қатысушыға беріп, бағанның соңына да өзде тұрады. Қашықтықты бірінші болып аяқтаған команда жеңеді. Сабақта сыни ойлауды дамытудың мысалын қарастырайық. Нөмірлерді шақыру ойыны. Бұл ойын жылдамдық қасиеттерді дамытады, ептілікке, жылдамдыққа тәрбиелейді. Қатысушыларды жиі шақыру үшін ойыншылардың саны аз командаларды құрған дұрыс. Әр кезеңнен кейін қарсыласты өзгерту үшін командаларда сериялық нөмірлерді өзгерту керек. Эстафетаны бастамас бұрын оқушылар өз іс-әрекеттерін болжау үшін өздеріне сұрақ қояды. Мысалы, кедергінің қашықтығы қандай? Жүгіру жылдамдығы бұлшықет күшінің арқасында артуы мүмкін. Аяқ, қол бұлшықеттері қалай дамыған? Менің тыныс алу жүйем. Денені қалпына келтіру үшін қандай жаттығулар жасау керек? Бұл тапсырмада оқушылар сыни ойлауға, басқалармен ынтымақтастықта жұмыс істеуге үйренеді. Нөмірлерді шақыру ойыны. Ереже. Оқушылар екі топқа бөлінеді. Әр команда мүшелері реттік тәртіпте саналып, нөмірлерін есте сақтап алады. Мұғалім кез келген нөмірді айтады, сол нөмірдегі оқушылар тапсырманы орындайды. Сіздерге мысал ретінде 4 жаттығу түрі көрсетіледі. Әр жүгіруден кейін ұпайлар беріледі. Жеңімпаз топқа 2 ұпай, жеңілген топқа 1 ұпай, жүгірмеген топ ұпай алмайды. Бірінші жаттығу. Оқушы белгіге жүгіріп барып, айналып, қайтадан орнына келіп тұрады. Екінші жаттығу. Оқушы қосымша қадамдармен белгіге барып, отырып тұрғаннан кейін өз орнына қайтып оралады. Үшінші жаттығу. Оқушы белгіге дейін бір аяқпен секіріп барып, отырып тұрған соң қайтадан орнына келіп тұрады. Төртінші жаттығу. Оқушы белгіге жүгіріп барып, аяқты тіктеп, кеудені жоғары көтергеннен кейін өз орнына қайта келіп тұрады. Футбол. Футболдың техникалық әдістерін оқытуды қарастырамыз. Тапсырма. Алдау қимылдары. Гаринчи финті және Зидан финті футбол техникасын көрсету. Әдетте, бұл соққылар шабуылдаушының қорғаушыларының тығыз орналасу жағдайында бос орын жасау үшін қолданады. Оқушыларға тапсырманы алдымен жұпта, содан кейін 3 оқушының шағын тобында орындауға мүмкіндік беріңіз. Алдау әрекеттері, финттар. Қарсыластың қарсылығына төтеп беру және одан әрі ойнауға қолайлы жағдай жасау үшін финттар қолданылады. Финттарды тиімді пайдалану көптеген тактикалық міндеттерді табысты шешуге ықпал етеді. Жекеленген финт, Гаринчи финті. Егер ойыншы топты алып келе жатқан кезде қарсылас жақындаса, біріншіден келесі алдау әрекеттері қолданылады. Финттің бірінші фазасы. Спортшы денені бос аяққа қарай қисайтады да, доппен сол бағытта шегінуді еліктейді. Финттің екінші фазасы.
ойыншы допты аяғының ұшымен қарама-қарсы жаққа тартып, дене салмағын тез келесі аяққа ауыстырады. Зидан финты. Ойыншы қарсыласын алдауға тырысып, допты оң немесе сол аяғымен сәл кідіртеді де, артқа домалатуына мүмкіндік береді. Содан кейін өз осінің айналасында күрт бұрылыс жасайды да, алға жылжуды жалғастырады. Әрі қарай, бір аяқпен ойыншы допты өзінің қимылына қарай домалатып, сонымен бірге оны қарсыласынан денесімен жауып, допқа толық басшылықты сақтайды. Денсаулық және салауатты өмір салты бөлімінің мазмұны жеке гигиена және салауатты өмір салты туралы білімді қалыптастыруға, дене жүктемесінің әртүрлі деңгейдегі ағзаның жай-күйіне, оның органдары мен жүйелерінің жұмыс істеуіне әсерін зерттеуге, сондай-ақ дене жүктемелері кезінде тәуекелдерді басқару білігін қалыптастыруға бағытталған. Мысалы, осы бөлімде оқушылар пульсты дұрыс өлшеуді үйренеді. Пульс сіздің жүрегіңіздің минутына қанша рет соғатынын көрсететін өлшеу. Осы соққыларды санау арқылы біз денсаулығымыз бен физикалық дайындығымыз туралы түсінік ала аламыз. Оқушылар бұл білімді күнделікті өмірде физикалық жаттығулар кезінде қолданады. Сабақта әртүрлі жаттығулар оқушылардың бұлшықет жүйесін дамытады. Бұл күнделікті өмірде әртүрлі физикалық белсенділікті жеңуге көмектеседі. Денсаулық сауаттылығының дамуы мысалын қарастырайық. Секіртпемен секіру дененің физикалық қасиеттерін жақсарту үшін қолданылатын кардио жүктемесінің ең көп таралған нұсқаларының бірі. Бұлар кез келген спорт түрінде қолданылады. Фитнес, жекпе-жек, кроссфит немесе басқалар. Бірінші жаттығу. Бір орында секіру. Аяғыңызды бірге қосып, еденнен тек аяқ ұшымен итерілуге тырысыңыз. Секіргішті бір секіруде бір рет айналдырыңыз. Екінші жаттығу. Аяқтарын алмастырып секіру. Алдымен бір аяғыңызбен, содан кейін келесі аяғыңызбен алма-кезек секіруге тырысыңыз. Бұл процесте аяғыңызды алға қарай жылжытыңыз. Секіртпемен секіру вестибулярлық аппаратты үйлестіруді жақсартады. Тыныс алу жүйесін, жүрек пен қан тамырларына қайтады. Төзімділікті, жылдамдықты, реакцияны дамытады. Дене шынықтыру сабақтарында қауіпсіздік техникасын сақтау пәннің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Акробатикадағы гимнастикалық снарядтарда дұрыс орындалмаған жаттығулар, жүгіру алдында жылудың болмауы, дұрыс таңдалмаған жабдықтар әртүрлі жарақаттарға нақты қауіп төндіреді. Дене шынықтыру сабақтарында қауіпсіздік техникасы және жарақаттанудың алдын алу ережелерімен танысу үшін онлайн мектеп платформасының материалдарын пайдалануға болады. Барлық тапсырмалар оқушылардың сауықтыру бағытын шешу үшін өз білімдерін қолдана және талдай білуіне, гигиеналық талаптар мен қауіпсіздік ережелерін сақтауға арналған. Сондай-ақ, оларды өмірде кеңінен қолдануға бағытталған. Алдымен оқушы сабақтың тақырыбы бойынша пәндік білімдерін ашатын мазмұнымен танысады. Содан кейін, ол жеңіл атлетика сабақтарындағы қауіпсіздік техникасы туралы бейнені көре алады. Ал оқылған және көрген барлық нәрселерден кейін, сабақтың тақырыбы бойынша тест тапсырмаларын орындауға көшеді. Осы сабақтың материалдарын зерттей отырып, оқушылар қауіпсіздік техникасы ережелері туралы біліп, жарақаттанудың алдын алудың негізгі шараларымен танысады. Жарақаттанудың себебін анықтай алады. Жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсетуді үйренеді. Онлайн мектеп платформасының материалдарын қауіпсіздік техникасын үйрену үшін ғана емес, басқа да бөлім материалдарын пайдалануға болады.
Платформада дене шынықтыру пәнінің оқу тақырыптары бойынша теориялық материалдың үлкен көлемі ұсынылған. Осы ресурстарды пайдалана отырып, оқушылар қауіпсіздік техникасын ғана емес, сонымен қатар спорттық ойындардың ережелерін, дене жаттығуларын орындау техникасын, спорттық ойындардың тарихын және тағы басқа материалдарды өз бетінше оқи алады. Оқушылардың жастайынан жүгіру, секіру және лақтыру сияқты негізгі моториканы дамыта алмауы моториканы және үйлестірудің нашарлауына әкеледі. Ересек өмірде пассивті өмір салтын ұстанатын жасөспірімдер жүрек тамыр аурулары, қатерлі ісік, қант диабеті және басқа да денсаулыққа қауіпті ауытқуларға тап болуы мүмкін. Адамның негізгі физикалық қасиеттерін, күшін, жылдамдығын, ептілігін, қозғалысты үйлестіруді дамыту үшін дене шынықтыру сабақтарының өзі жеткіліксіз. Белсенді өмір салтын ұстану керек. Сабақтан бос уақытта дене шынықтыру жаттығуларын орындап, спорттық және қозғалмалы ойындар ойнау, жүгіру, жүзу қажет. Құрметті әріптестер, жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, мен қазіргі қоғамға салауатты, білімді, іскер, ұтымды ойлайтын, қоғамға оңай бейімделетін, таңдау жағдайында өз бетінше жауапты шешімдер қабылдай алатын адамдар қажет екендігіне назар аударғым келеді. Біз сіздерге дене шынықтыру сабақтарында білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың кейбір мысалдарын ұсындық. Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру процесі жүйелі болуы және нақты өмір жағдайларын қамтуы тиіс екенін атап өткім келеді. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін.